Нұрғасыр KZ. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, бауырлар. Алла тағала басқан қадамдарыңызға сауаптан жазсын, әрбір басқан қадамдарыңызға күнәларыңызды кешсін. Мұнда келген көпшілік қауым бірден бір ниеті осы ислам жайында кішкентай болса да бір көңіліне демеу алып кетсе екен, бір сұрақтарым болса соған жауап тауып кетсем екен деген үлкен бір таза пәк ниетпен келген жамағат. Алла тағала тағы да осы қадамдарыңызға нұр жаудырсын. Мен осы отырысымызды тыныштық деген тақырыптағы бір кішігірім әңгімемен бастағым келіп отыр. Көп халық өздеріңіз қазір жер бетінде белгілі тыныштығынан айырылып жатыр. Елінен көшіп, босып, жас балалар суға батып, теңіз жағалауында балықпенен итке жем болуда. Біреулер әркімнің есігінің алдын сығалап, елі жоқ, ағайын туысы жоқ. Кім қалай сүйресе, кімнен не жақсылық келер екен деп, әркімнің көзіне жаутаңдап, өмірінің осы дүниесінің қалай болып бара жатқанын ақылына сыйдыра алмай қысылуда. Пайғамбарлардың атасы болған Ибрахим алейхиссалам 80-нің үстіне шыға бере перзент көреді. Бірақ сол перзент көрместен бұрын бір уақиғаны көреді. Азар деген немере ағасы, оны әке дейтін болады. Сол немере ағасы бір күні жоғалып кетеді. Соңынан іздеп барса, бір ғибадатхананың ішінде отыр, отқа табынып. Жүр қайтайық десе, қазір сәл отырайыншы деп тұрғанда, бір кісі жөргектегі сәбиді алып келіп, құрбандық шалатын жерлері болады екен. Сол жерге алып келіп, от құдайы, мынау сен үшін деп, қанжарменен жас сәбидің жүрегінен қадайды. Соны азар көрсетіп, ей Ибрахим, сенің перзентің жоқ. Бірақ егер саған сенің құдайың перзент берсе, сол құдайың үшін осылай істей аласың ба дейді. Ибрахим, мен Алла үшін бәріне дайынмын деп, жүріңіз деп алып кетеді. Бірақ әлбетте, сын сәттердің ауырлығы қандай екен. Исмайылды құрбандыққа шалған уақыттарды еске түсіріңіз. Ал енді ол сын бітпей тұрып, Алла тағаланың бұйрығы келеді. Исмайыл әлі кішкентай, пайғамбарға Ибрахимге алейхиссалам бұйрық келеді Алладан. Ей Ибрахим, менің үйімді соғу үшін, соны ұлылау үшін, мына бала шағаңды мынадай бір жерге алып барып таста деп бұйрық береді. Сол барған жерін қараса, бір сай. Әлбетте 9 жылдың торабы, бірақ ел жоқ. Ешқандай ел қоныстанбаған. Су жоқ, бір тал ағаш жоқ. 4 жолдың қиылысы екен. Сол жерге барып, баласын, әйелін қалдырып бара жатып, Аллаға жалбарынады. Я Аллахым, мен сенің бұйрығыңды орындадым. Әйелің мен балаңды осында қалдыр дегесін қалдырдым. Сенен бір өтінішім бар. Осы жерге мейіріміңді, берекеңді жаудыр. Амандығыңды бер дейді. Амандық сұрайды. Бірінші орында амандық сұрайды. Олардың жемеген, көрмеген жемістерінен жегіз деп дұға айтып кетеді. Бұл Мекке еді. Меккеге әлі күнге шейін егіс егілмейді. Бірақ
Жылдың 4 мезгілі қалағаныңызша жеміс жидек толып тұрады базарларында. Тыныштық болып тұрады. Оны меккеліктер мақтанып айтады. Бұл осы Ибрахим пайғамбардың дұғасынан осы жер тыныштыққа оранып тұратыны содан дейді. Тыныштық деген үлкен байлық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі сол тыныштық үшін Худайбия деген жерде кәпірлердің пайдасына болса да мұсылмандардың тыныштығы үшін деп қол қояды. Ол қол қойып жатқан кезінде қанша пайғамбарлар бұл кісіге қарсы, қанша сахабалар бұл кісіге кеңес айтады. Я Расулалла, олай жасамайыңыз. Мына жердегі бүкіл келісімнің барлығы осы кәпірлердің пайдасына болып жатыр. Бұл келісімнен біз ешқандай пайда көрмей тұрмыз деп қайта-қайта кеңес айтумен болады. Бірақ пайғамбарымыз қол қояды. Бұл Алланың бұйрығы еді, әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрегендігі еді. Кейіншелік сол қол қоймаңыз деп кеңес берген Омар халифа пайғамбардың сол бір кездегі сәтін еске түсіріп, негізі мен бұл сәтті біз жеңілдік, жеңіліске қол қойдық десем, негізі бұл жеңіс екен дейді. Тыныштық, бауырлар, бұл жеңіс, бұл зор байлық. Біздің дініміз тыныштықтың әрбір нүктесін бағалап, Құранның аяттарында сізбенен бізге насихат айтып кетеді. Мысалы ақылдың амандығы, ақылдың тыныштығын, сол үлкен бір нығметті көздеп Алла тағала Маида сүресінде сізбенен бізге арақ шараптан, құмар ойындардан алып барып, бір мынау әулие екен, мынау үлкен бақсы екен деп соның басына алып барып мал союдан, немесе жолға шығып бара жатқанда жұлдыз жорамал қараудан тыйып, Құран-ы Кәримде былай дейді: иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджс. Расында арақ, құмар ойындары, Алладан өзгеге мал сою, талашулар, бұның барлығы нәжес істер. Оның нәжестігі оның сыртында емес, бірінші орында оның нәжестігі ақылды кетіретіндігінде екен. Мин амали шайтан, бұл шайтанның амалынан. Сөзін жалғап тұрып Алла тағала айтады: расында арақ пенен құмар бұл сіздерді жамандыққа, бір-біріңіздің ақыларыңызды жеп, зұлымдық жасауға, намаз бенен жақсылықтан тыюға шақырады. Сіздер бұл істен тыйыласыздар ма, жоқ па деп қатты айтады. Адам баласы ақылыменен мына дүниедегі бүкіл жаратылыстан айырмашылық етеді. Ал кейбір бауырларды сол үшін, иманға келмегені үшін, кейбір адамның баласын Алла тағала олардың өмірін хайуани өмірге теңейді. Сөйтіп айтады Алла тағала: Аллаға иман келтірмей, зұлымдықпен өмір сүрген адамның өмірі хайуани өмір болады, тіпті одан да төмен болады деп суреттеп кетеді. Ақылдың ең шыңы ислам тарапынан қорғалады. Ол иман. Алла тағала иманды адамға қол көтеру, иманды адам бір-біріне қару кезеуді соншалықты тоқтатқандығы кімде-кім Құран-ы Кәримде айтады: мұмин адамды әдейі өлтіретін болса, ол кісі мәңгілікке дозақта болады. Алла оған мәңгілік лағнет айтады. Оның ешқашан күнәсі кешірілмейді деп қатты айтып кетеді. Бауырлар, Алла тағала тыныштық дедік. Сол тыныштықтың біреуі иманның тыныштығы деп жатырмыз. Яғни ақида,
сенім мәселесінде де ерікті болуымыз керек. Сол үшін Құран-ы Каримде сенім, наным туралы айтқан кезде Алла тағала дінде зорлық жоқ деп айтады. Кім қандай дінге сенеді, ол өз еркі дейді. Немесе тағы бір сөздерінде айтады: ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен ескертушісің, тек қана ескертесің. Немесе тағы бір сөздерінде айтады: адам баласына осы сөздерді айтып бола, біз оған ерік бердік. Сол иманына қарай жүрсе, жәннатын табады. Одан теріс бұрылса, басқалай болады деп. Осы мағынадағы аяттар өте көп. Бауырлар, бұның барлығы сіз иман келтірсеңіз өзіңізге жақсы, иман келтірмесеңіз өзіңізге залымдық жасаған боласыз деп Алла тағала иман бабын ашықтан ашық шекарасын білдіріп кетеді. Алла тағала адамның жанын да сақтауды бұйрық береді. Мысалы, Бәни Исраил қауымы туралы Алла тағала айтып, Маида сүресінің 32 аятында білесіздер барлығыңыз. Кімде-кім бір адамды өлтіретін болса, бейне бір бүкіл адамзатты өлтіргендей болады. Ал кімде-кім бір адамның өмірін сақтап қалса, бейне бір бүкіл адамзатқа өмір сыйлағандай болады деп теңеу айтады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөздерді қолдап, өзінің соңғы және әуелгі қажылығында былай дейді: уа халайық, уа халайық, осы күннің ұлылығымен ант етемін. Бүгін осы күннің ұлылығымен ант етейін. Бір мұсылман екінші мұсылманның алдында абыройы, малы, жаны, барлығы киелі, қасиетті арам болады дейді. Оған қол тигізу, тіл тигізу, қандай да бір қастандық жасау арам болады дейді. Жанына енді түсінікті десеңіз, малына да. Пайғамбарымыздың тағы бір сөздері бар: бір мұсылманның малына оның ризалығынсыз қолыңды тигізбе деген қатты айтқан сөзде бар. Абырой да солай қорғалады, бауырлар. Біреудің абыройы дейміз. Иә, өйткені әрбір адамның баласы Алла үшін жеке сырын айтса, Алла оған құлақ салады. Муаз деген сахабаны пайғамбарымыз Йемен жеріне жетектеп бара жатып, жанына кеп насихат айтады: сен бара жатқан ел христиан елі. Бірінші оларды имандыққа шақыр. Егер олар иманға келсе, намаз үйрет. Егер олар намаз оқыса, зекетті түсіндір. Байынан ал, кедейіне бер. Бірақ біл дейді. Бірақ біл, зұлымдық жасама, біреудің малын нақақ тартып алма. Өйткені зұлымдық көрген адамның және Алласының арасында ешқандай перде болмайды дейді. Зұлымдық көрген адам екі қолын көтеріп Аллахым десе, перде болмайды екен. Пердесіз, тоқтаусыз дұғасы қабыл болады. Зұлымдық жасамау керек сол үшін. Біреудің малын, жанын, абыройына тиіспеу керек екен. Бұл біздің исламның төл дініміздің, дәстүрлі дініміздің бұйрығы. Адам баласы денсаулығына да көңіл бөлуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге, Мадинадан көшіп баруға бұйрық береді сахабаларға. Бұл Алланың бұйрығы деп түсіндіреді. Сахабалар үй жайларын
жасап жатқан тіршілігінің бәрін тастап пайғамбардың айтқанын істеп көшіп кетеді. Иманын сақтау үшін, дінін сақтау үшін, тыныштық өмір сүру үшін. Тыныштықта дінін сақтап намазын оқу үшін. Сонда көшіп барған меккелік сахабаларды мадиналық сахабалармен бауыр етеді. Ал сол кешігіп келген адамдарды болса бір-біріне бауыр етеді. Бұл жерде енді меккелік мадиналық деп бөле қоймайды. Сол кешігіп барған сахабалардың біреуі Абу Дарда еді. Ол кісіні Салмани Фарси деген сахаба менен екеуін бір-біріне бауыр етеді. Сонда Салман Абу Дарданың үйіне кіріп келеді. Досы кіріп келсе, әйелі айтады: ағасы, мынау ініңізге қараңызшы. Күндікке намаз оқиды, жай намаздан тұрмайды. Жай намаздан босаса Құран оқиды, Құраннан босаса жай намазға тұрады. Біздің жейтін нанымыз қалмады, киетін киіміміз қалмады. Бір нәрсе деңізші дейді. Сонда ағасы тұрып айтса тыңдамайды. Тыңдамағасын қолынан жетектеп пайғамбарымыздың алдына алып келеді саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда пайғамбарымыз айтады: ей Абу Дарда, сенің әйеліңде де ақың бар беретін, балаңа да беретін ақың бар, ден саулығыңа да беретін ақың бар дейді. Бір күні пайғамбарымыз мешітке кіреді. Мешітке кірсе бір жіп ілулі тұр. Бұл қандай жіп десе, сіздің қызыңыз Зейнеп түнде келіп намаз оқиды. Соншалықты намаз оқығаны құлап қалатындай дәрежеге жетеді. Сол құлап бара жатсам, сүйініп тұрайын деп сол жіпті іліп қойған дейді. Сонда пайғамбарымыз басын шайқап: кесіп тастаңдар бұл жіпті. Шаршасаңдар демалыңдар. Көңілдің қошымен намаз оқыңдар деп бұйрық беріп кетеді. Денсаулықты сақтау бұл пайғамбардың да бұйрығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: әрбір дертке шифа берген, емделіңдер деген бұйрық бар. Кейбір бауырларымыз бір хадисті дұрыс емес ұғынады. Сол хадисте пайғамбарымыз 70 мың адам жәннатқа сұрақ жауапсыз кіреді деп хабар береді. Сонда бір кісі тұрып: 70 мың адамның іші аз екен олар, солардың ішінде мен де болайыншы деп бір кісі сұранады. Сонда сен де солардансың дейді. Екінші бір адам тұрып: я Расулалла, маған да дұға етіңізші, мен де солардан болайыншы дейді. Сонда сенен Укаша деген бауырың озып кетті дейді. Укаша деген сахаба болады. Мынау біздің Түркістанда жатқан Укаша емес ол. Аттас адам ғой мұнда жатқан. Сонда сол адамдар туралы бір кісі сұрайды: я Расулалла, біз ақыры олардың қатарына қосыла алмасақ та, солардың істеген ісін істейікші. Олар қандай адамдар дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: олар ауырса емделмейді, бәлки Аллаға тәуекел етеді дейді. Бұл хадисті риуаятын көпшілігі бір риуаятымен алады. Ла ястарқун деген, дем салдырмайды деп. Бірақ бұл хадис бір риуаятта келмейді дем салдыру мәселесінде. Бәлки емделмейді, ла юдаун деп те келеді сахих риуаятпен. Кейбір бауырларымыз осы хадис тура мағынада алады. Сөйтеді де айтады: дем салдыруға болмайды дейді. Жоқ, болмайды. Пайғамбарымыз дем салдырған ғой. Айша анамыздың өзі пайғамбарымыз ауырған кезінде дем салған. Одан артық болам дейді ма? Дем салдыруға болмайды дейді. Сөйтеді да енді анау ауырып жаны шыдай алмай баратқасын молдаға бару үшін досын жібереді. Ана досы барып айту керек екен: ана пәленше ауырып жатыр, соған дем салып беріңізші деп. Олай етуге болады дейді. Сонда досы айтып дем салдыртады да өзі айтуға болмайды деп бір түрлі қылып осындай қылып аударады. Пайғамбардың бұйрығы тіке мағынада тұр. Емделіңдер деп тұр. Ауырсаңдар емделіңдер деп тұр.
Ал әлгі хадисті нетеміз десе, ол хадисті түсініңіз, шарқын оқыңыз. Имам Науауи айтады, бұл Муслимда келген хадисте. Имам Науауи айтады, бұл хадистің мағынасы аяқ жағында тұр. Ва аля раббихим ятаваккалун. Раббыларына бұлар тәуекел етеді деген сөз. Яғни, сіз қандай ем-дом қабылдасаңыз да, дәрі-дәрмек ішсеңіз де, шифаны дәрігер менен дәріден іздемеңіз. Олар себепші, шифаны беруші кім? Алла ғой. Алладан іздеңіз. Яғни, Раббысына тәуекел етеді деген мағына солай. Раббысына тәуекел ету деген, қандай дәрі қабылдасаңыз да, тіпті дем салдырыңыз, жоқ басқалай емделіңіз, бірақ шифаны беретін Алла. Оны дәрігерлер де мойындайды. Сондай бір дерттер бар. Қандай профессорды алып келсеңіз де, неше профессордың басын қоссаңыз да емін таба алмайды. Болды деген адамдар, тіпті дәрігерлер айтады, болды, мына кісіге енді асын суын дайындай беріңіз, үйде жылқы бар ма, не бар, әйтеуір сойуға алып кеп қойыңыз дейді. Бірақ сол адамдар бірнеше күннен кейін шипа тауып кетіп жатыр. Көп болды бұлар. Бұның мысалы көп. Айтқым келген мәселе, денсаулықтың да амандығын Алла тағала бұйырады. Сол бұйрықтың бірі малдың амандығы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде-кім жаны үшін өлсе шахид, малы үшін соғысып өлсе де шахид дейді. Яғни кімде-кім соның малын тартып алам деп біреу жанына қастандық қылса, бұл малын қорғайым деп өлді, болды енді дүние үшін өлді деп айтуға болмайды екен. Әлбетте, ол енді Алланың жолында өлген шахидтай болмайды, бірақ сол шахидтардың қатарында тұрады. Зұлымдық көрген үшін. Сол тыныштықтың бірі ақыреттің тыныштығы екен, бауырлар. Алла тағала иманға келіп, ізгі амалдар жасаған адамға ла хауфун алейхим деп бірнеше рет Құранда айтады. Оларға қияметте ешқандай қорқыныш болмайды дейді. Қияметтің тыныштығы болады. Намаз оқып, басыңызды сәждеге қойсаңыз, қияметіңіздің тыныштығын табасыз. Ораза тұтсаңыз, қияметтің тыныштығын табасыз. Бауырлар, Алла тағаланың бір әсем сөзі бар. Мән хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал джанната хиял мауа дейді. Кімде-кім Раббысының алдынан тұрудан қорықса, және өзінің нәпсін тыйса, ол кісінің мекендейтін орны жәннат болады дейді. Қортып айтатыным, бауырлар, тыныштық деген зор байлық. Тыныштық туралы Құранда айтылмады деп айту қате. Дініміз көңіл бөлмеді деп айту қате. Тыныштықтың байлығын сезінбей жүрген көп азаматтарымыз бар. Пайғамбарымыздың сөзі бар. Даушыл адам туралы айтқан. Сіздерден әуелгі келген қауым өздерінің жанжалды сүйгендігінен, берекесінен айырылып азапқа қалған деген сөзі бар. Жанжал сүйгіштік, бір іс болса бірден дау көтеретін халықты осылай ескерту айтады. Сабырлы болайық. Сабырлы болған адам бүкіл жақсылықтың барлығына жетеді. Мысалы бір кітапта әдемі бір мысал келтіреді. Бір салиқалы адам мешітке бір шаруасымен кіріп келіп, қолындағы көлігін, атын, есегін қайда қоярын білмей, мешіттің алдында тұрса, бір кісі мешіттен шығып келе жатыр екен. Әлгі кісінің қолына атын ұстатып, осында бір кішкентай ғана күте тұрыңыз, мен шаруамды бітірейін деп, мешітке кіріп намазын оқып, қайтып келе жатып, мына кісі мені күтіп қалды, қолына бір тиын ұстатайын, енді тіршілігін
мен үшін тоқтатып тұр ғой деп, қолында бір кішкентай ғана бір тілләсін алып шықса, әлгі кісі жоқ, атын қоя берген, ер тоқымын ұрлап кетіпті. Енді амал жоқ, атын жалынан ұстап жетектеген күйі базардың алдына келіп қарап тұрады. Иман жүзді бір мұсылманды жолықтырып, тоқтатып, өтініш, мен атымның ұстап тұрып кіре алмай тұрмын. Мынау бір тіллә алтыным бар, осыған ер тоқым келсе, еш болмағанда әйтеуір мына аттың үстіне жабатын бір нәрсе келсе болды, алып келіңізші дейді. Әлгі кісі базарға барып, өзінің ер тоқымын сатып алып кеп береді. Неге екенін білесіздер ме? Әлгі ұрлаған адам, енді ол ұрлаған ер тоқымды ешқашан саудаласып қымбатқа сатпайды ғой бәрібір. Тездетіп сатайын деп базарда тұрған екен. Алдына әлгі кісі келіп, бір тілләм бар, берші ер тоқымыңды десе, қоссай дейді. Әй, менде басқа жоқ десе, жарайды ала ғой деп беріп жіберген екен дейді. Сонда өзінің ер тоқымын танып, әлгі кісі айтқан екен дейді. Адам баласы сабырлықсыз, жеген малының өзін арам қылып жейді екен ғой деп. Өйткені әлгі кісіге бәрібір сол бір тіллә алтын бұйырайын деп тұр. Ол несібесі соның. Бірақ ол несібені арам жолмен тапты. Сәл ғана шыдаса, рахмет деп қолына сол алтынды адалынан алады. Бірақ шыдай алмай кетіп қалды. Сол алтын бұйрығы оның несібесі арамнан тапты. Қазіргі кезде көп бауырларымыз дау жанжалдан бұрын ойламай іс жүргізеді. Алып келіп, елдің тыныштығын бұзып, мешітке кеп кейде мешіттің тыныштығын бұзады. Кіріп келіп, бір кісі елге керек-ау деп насихат айтып тұр. Ел оны ұйып тыңдап тұрса, бір кісі бел ортадан кіріп келеді де, ассалам алейкум, өзін көрсеткісі келді ме? Жоқ, ақыл есі дұрыс емес пе? Кіріп келеді де, намаз уақыты болды дейді. Сол намаз бір өзіне керек пе сонда? Мындағы отырған адамдарға да намаз керек.